Жаз шығып, әсіресе аптабыстық апшыны қорған сәтте бәріміз жанға сая іздеп сабылып кетеміз. Мұндайда қаланың шуынан гөрі даланың нуы мен су жақын боп тұрады әрине. Яғни біріміз тау тасаралап кетсек, енді біріміз су жағалап кетеміз. Жылына келетін демалысты көңілді өткізгенге не жетсін. Десек те бір өкініштісі алып ұшқан көңілдің қайғылы жағдайға соқтыратын кездері де жиі ұшырасып жатады. Сондықтан біз осы төңірегінде арнайы зерттеу жасағанды жөн көрдік. Жыл басынан бері Түркістан облысында 29 адам суға кеткен, оның 20-сы жас бала. Ал өткен жылы дәл осындай 21 жағдай болған екен демек, биыл былтырғыдан әлде қайда көп. Неге? Төтеншеліктер мұның басты себебін ата-ананың салғырттығынан көреді. Отбасымен, достарымен тынығуға шыққан адамдар көбіне балаларын қараусыз қалдырады дейді олар. Қайғылы жағдайлардың негізгі себептері, негізі жас балалардың ата-ананың қарауынсыз қалуы су айдындарының жанында. Одан кейін жүзе білмеу, өз күшін суда дұрыс пайдаланбау. Сонымен қатар тыйым салынған орындарда суға шомылу. Және де біздің азаматтарымыз, кейбір азаматтарымыз алкогольдік ішімдік суын пайдаланып суға шомылады. Орын алып жатқан қайғылы жағдайлар бойынша арнайы ескертпелер жасалып, әлеуметтік желілерге, ата-аналардың WhatsApp группаларына, және де оқушылардың, мектепке дейінгі мекемелердегі балалардың ата-аналарының топтарына таратылуда. Түркістан облысында 3000 канал бар. Суға түсуге болмайтын аймақтар саны 176. Қайғылы оқиғалардың негізгі себептері: балалардың қараусыз қалуы, рұқсат етілмеген жерлерде шомылу, шектен тыс сенімділік және керісінше жүзе алмау ішімдіктің кесірінен. Суға кетудің тағы бір себебі рұқсат етілмеген аймақтарда шомылу. Түркістан облысында 176 қауіпті аймақ бар екен. Ал суға түсуге болатын жерлердің көбі бүгінде ақылы демалыс аймағына айналған. Дегенмен адамдардың бәрінің қалтасы көтере бермейтін себепті арнайы аймақтағы бассейндермен меморандум түзілген. Осы келіссөз аясында көп балалы жартылай жетім отбасының балалары суға тегін түсе алады. Жыл сайынғы шомылу маусымы кезінде осындай облыс көлемінде барлық жеке кәсіпкерлер бассейндермен бізде меморандум түзіледі. Ол меморандумның негізгі мақсаты отбасының жағдайы төмен, көп балалы аналар, жағдайы жоқ отбасылардың балаларын осы бассейндерге әкеліп тегін шомылдыру, жүзуге үйрету мақсатында осы жұмыстар атқарылады. Негізгі мақсатта Түркістан қаласында 3000 меморандум түзілген. Маусымда балаларын бір мезгіл сергіту үшін бассейнге алып барғысы келеді. Бірақ бір деген айы қол қысқа. Осындайда бұл жақсы мүмкіндік болды дейді ол. Қауіпсіздік қызметкерлеріне рахмет. Біріншіден 7 бала шағамыз бар. Мысалы, соның әрқайсысына пәлен теңгеден төлеу оған қалтамыз көтермейді. Сондықтан осы қауіпсіздік қызметкерлеріне рахметімді айтамын. Балдар мәз, қуанып суға түсіп. Суға шомылмаймын, енді ешкімді құтқарамаймын, ережелер болғандай білмеймін. Мен ережелер білмеймін, бірақ жүзе аламын. Сен ше ережелер жүзе аласың ба? Жалпы адамдардың суға кетуінің негізгі себептерінің бірі қарапайым қауіпсіздік қағидаларын сақтамау, сондай-ақ жабдықталмаған жерде суға түсу болып табылады. Көп ережелерді білмейді. Мысалы ретінде күн шыққан жағдайда, күн шыққан адамның алдынан барып, өздері батып жатады. Күн шыққан жағдайда алдынан емес, артынан барып, қолтығынан астынан ұстап, артқа қарай жүзіп алып шығу керек. Ал алдынан барған жағдайда, ол өзіңді тұншықтайды, ол өзіңнен тұншыққан жағдайда өзімен бірге батып, екі қолтығын судың астында итеріп, артың жағынан жабысу керек, екі қолтықтың астынан ұстап, артқа қарай жүзіп алып шығу керек.
Тек Түркістан қаласы ғана емес, жалпы өңірдегі ахуалды көзбен көру үшін біз арнайы түсірілім тобы болып Кентау, Сауран және Ордабасы ауданына аттандық. Рейд барысында мас күйінде суға түскендер мен қараусыз балаларға жиі ұшырастық. Олардың бірі камераны көріп қаша жөнелсе, енді бірі мамандарға тап берді. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 364 бабының бірінші тармақшасымен бүгін тыйым салынған аумақтарға шомылу бойынша 30-ға жуық әкімшілік хаттама толтырылды және ескертулер берілді. Демалушылардың айтуынша, жағажайдың еш жерінен рұқсат етілмеген аумақ деген ескертпе жазу көрмеген. Жергілікті әкімдіктен бұл жайында сұрағанымызда тұрғындар тарапынан қойылған тақшелердің бәрі алынып тасталған. Енді қазір тағы жасалынып жатыр. Тұрғындар аталған белгілерді не үшін алып тастауы мүмкін? Бәлкім олардың сапасысын көтермейтін шығар. Яғни жауын шашын дауыл түгілі өпеткен жерге ұша жөнелетін қаудыраған қағаздан жасалды ма екен? Дәл осындай әдемі табиғатқа келіп суретке түсем деушілер арасында суға бату дерегі көптеп кездесіп жатады. Мәселен, өткен айда селфи жасайым деп 2 қыз есілге батып кетті. Марқұмдардың бірі 27-де болса, екінші 20 жастағы студент. Алысқа бармай-ақ соңғы 4-7 шілде аралығында мереке күндері елімізде 54 адам суға кетіп көз жұмған. Бұл небәрі 4 күнде болған жағдай. Қайғылы оқиғалардың көбі Ақмола, Алматы, Қарағанды және Батыс Қазақстан облысында орын алған. Соңғы 5 жылда, яғни 2016-2020 жылдар аралығында облысымызда су айдындарында жалпы 252 адам қаза болған. Оның 140-ы балалар, 112-сі ересектер.